Қайырлы күн 9 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы неліктен Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясын жариялады деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтарын қорғаудағы рөліне баға беретін боламыз. Екі дүниежүзілік соғыстың арасындағы кезеңде Ұлттар Лигасы бейбітшілікті сақтауға айтарлықтай күш салды. Алайда оның 1930 жылдары Жапония, Италия және Германия тарапынан жүргізген агрессивті сыртқы саясат әрекеттерін тоқтатуға талпыныстары нәтижесіз аяқталды. 1930 жылдардың екінші жартысында Ұлттар Лигасы барған сайын жиілей түскен халықаралық қақтығыстар мен дағдарыстарға іс жүзінде араласпады. Ұйымның соңғы отырысында Нобель сыйлығының лауреаты Роберт Сесил баяндамасын «Лига өлді, Біріккен ұлттар ұйымы жасасын» деген сөздермен аяқтады. Ал 1945 жылдан бастап қауіпсіздік пен халықаралық ынтымақтастық үшін күресті жаңа бейбітшілікті қорғаушы ұйым Біріккен ұлттар ұйымы жалғастырды. Антигитлерлік коалиция елдерінің басшылары соғыс кезінде-ақ жаңа халықаралық бейбітшілікті қорғайтын ұйымды құру жұмыстарын бастады. 1941 жылы Рузвельт пен Черчилль Атлант хартиясына қол қойды. Бұл құжат соғыстан кейінгі әлемдік құрылымның қағидаттарын айқындауға арналған еді. 1942 жылдың 1 қаңтарында ақш, КСРО, Ұлыбритания және Қытай өкілдері Біріккен ұлттар декларациясына қол қойды. Онда одақтастар ортақ жауды толық жеңу қажеттігі туралы мәлімдеді. Келесі күні декларацияға тағы 22 мемлекет қосылды. Ал соғыстың соңына дейін оның құрамын 21 ел толықтырды. Атлант хартиясы мен Біріккен ұлттар декларациясы Біріккен ұлттар ұйымын құрудың негізін қалады. Біріккен ұлттар ұйымы қызметінің қағидаттары Тегеран мен Ялта конференцияларында талқыланды. 1945 жылдың сәуірінде 50 мемлекеттің өкілдері Біріккен ұлттар ұйымы жарғысын әзірлеу үшін Сан-Франциско қаласында бас қосты. 1945 жылғы 24 қазан ұйымның жарғысы күшіне енген күн. Қазір Біріккен ұлттар ұйымы күні ретінде аталып өтіледі. Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтері Нью-Йоркте орналасқан. Біріккен ұлттар ұйымы 20 ғасырдың екінші жартысында отарсыздану процесін толық аяқтауға ықпал етті. Қазіргі уақытта бұл ұйым климаттың өзгеруімен күрес бойынша белсенді шаралар жүргізіп келеді. Алғашқыда Біріккен ұлттар ұйымының құрамында 51 мемлекет болды. Кейін отарлық империялардың және кейбір мемлекеттердің ыдырауынан кейін 2011 жылы ұйымға мүше елдің саны 193-ке жетті. Бұл бүгінде халықаралық қауымдастық мойындаған егемен мемлекеттердің басым бөлігі Біріккен ұлттар ұйымы құрамына кіргенін көрсетеді. Құрылған сәттен бастап Біріккен ұлттар ұйымы әлемде қауіпсіздікті қолдауға және барлық елдер мен құрлықтардағы адамдардың өмір сүру жағдайларын жақсартуға ұмтылып келеді. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында барлық елдер Гитлерлік Германиядағы еврейлерге қатысты кемсітушіліктен немесе құқықтарынан айырудан хабардар еді. Алайда нацистік режимнің еврейлер мен басқа халықтарға қатысты қатыгездігінің ауқымы мен дәрежесі соғыстан кейін белгілі болды. Соғыстың соңғы айларында Аушвиц, Дахау, Треблинка және басқа да көптеген концлагерлердің тұтқындары азат етілді. Халықаралық қауымдастыққа бұрынғы тұтқындардан құл еңбегін қолдану, азаптау, жаппай өлтіру туралы мәліметтер белгілі болды. Концлагер тұтқындарына адамгершілікке жатпайтын тәжірибелер жасалды. Соғыстан кейін Германияны оккупациялау және Нюрнберг процесі Гитлерлік Германияның басқа да қылмыстарын ашты. Кемсітушілікке еврейлер, сығандар, төменгі нәсілдер деп аталғандар, ең алдымен славяндар, мүмкіндігі шектеулі адамдар, саяси оппозиция өкілдері және шынайы арийлік ұғымына сәйкес келмейтін басқа да азаматтар ұшырады. Еврейлерден мүліктері тартып алынды. Еврей авторларының кітаптары кітапханалардан алынып тасталды. Олардың қозғалысы еркіндігі мен жұмыс таңдауы шектелді. Еврейлер мен немістер арасындағы некелерге тыйым салынды. Поляктар мен еврейлер үшін жаза шаралары неміс халқына қарағанда өзгеше болды. Әлем халқы
Қалайша философтар мен композиторлармен әйгілі Германия осындай қылмыстарға жол бере алды деген сұрақ қойды. Сондай-ақ болашақта адамзатқа қарсы мұндай қылмыстардың қайталануына қалай да жол бермеуге болады деген сұрақ та туындады. Осы мақсатта әлемнің алдыңғы қатарлы өкілдері адам құқықтары мен бостандықтарының ортақ түсінігін орнату қажеттілігі туралы ойлады. 1946 жылы Біріккен ұлттар ұйымы экономикалық және әлеуметтік кеңесі адам құқықтары жөніндегі комиссияны құрды. Оның құрамына түрлі елдердің 18 өкілі кірді. Комиссия 1947 жылы адам құқықтары декларациясын әзірлеу жұмысын бастады. Құжаттың бастапқы нұсқасын канадалық заңгер ғалым Джон Хамфри дайындады, ал құрылымын француз заңгері Рене Кассен жетілдірді. 1948 жылғы 10 желтоқсанда адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 58 мүшесінің 48-і қолдап қабылдады. Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы кіріспеден және 30 баптан тұрады. Онда жалпыға ортақ теңдік, әділеттілік пен адамның қадір-қасиетінің қағидалары жарияланған. Бірқатар баптарда адамның өмір сүруге, еркін қозғалуға, меншікке, ой мен ар-ождан бостандығына, жиналыс бостандығына және өз елін басқаруға қатысты құқығы берілген. Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы заңдық күші жоқ ұсынымдық сипатқа ие. Бірақ ол 1948 жылдан кейін қабылданған көптеген елдердің конституцияларының мазмұнында көрініс тапты. Декларация негізінде азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакт пен экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық пакт әзірленді. Қабылданған сәттен бастап декларация Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары үшін күресіндегі негізгі құралына айналды. 10 желтоқсан бүкіл әлемде адам құқықтары күні ретінде аталып өтеді. 2009 жылы адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы Гиннестің рекордтар кітабына әлемдегі ең көп тілге аударылған құжат ретінде енгізілді. Тапсырма: тыңдалған ақпаратты қорытып, 4 топқа бөлініп, неліктен Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясын жариялады сауалына IDEA әдісімен талдау жасаңыздар. Үйге тапсырма: Ұлттар лигасы және Біріккен ұлттар ұйымының құрылымы мен қызметін салыстырып, қорытынды жасаңыздар.